Pasrah nalar. Oh, jauh jam lah masih gitu. Ini kata. Hawu. Tadi ustaz juga. Hawu. Tadi ustaz. Sanat onu 3D gömeytin. Sol jayında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde sol 3D gömgen kızlardı Allah Teala nege gömdüңдер деп kıyamet günü әке-шелерінен, ата-бабаларынан сұрайды дейді. Сол секілді бұл дүниеде де біз өзіміздің ұрпағымыздың мықты өсіп жетілуі үшін сақтауымыз керек. Бесіншісі де дінін қорғау. Адамзат өзінің дінін қорғай білуі керек. Міне құрметті жиылып отырған қауым, міне біз тәуелсіздігіміздің арқасында өшкеніміз жанып, етек-жеңіміз жинап, осы мекемелер ашыла бастады. Осы мекемелер 15 жылдың көлемінде бүкіл жас ұрпақты имандылыққа, инноваттылыққа тәрбиелеп, осындай сүннет тойларын ұйымдастырып, жазда бүкіл мешіттерде, көптеген орындарда балалардың оқуын қамтамасыз етті. Дәл қазір міне 15 жылдың көлемінде біздің мекемелеріміз Қазақстан бойынша 35-ке жетіп отыр. 3000-нан астам шәкірттеріміз бар, имандылыққа, инноваттылыққа тәрбиеленіп отырған. Және осы жаз кезінде Қазақстан бойынша 10.000-нан астам дәл қазір Құранын үйреніп, әліппесін үйреніп жатқан шәкірттеріміз бар. Міне сол мекемелердің бірі Алматы Қайырымдылық мекемесінде бүгін осы жерде осындай сүннетке келіп отырсыздар. Қош келдіңіздер, құрметті жиылып отырған қауым. Адам баласының бұл дүниеде ең қымбат нәрсесі баласы, сол баланы сүннеттендіруге келіп отырсыздар. Алла Тағала әрбіріңіздің балаларыңыздың абай айтпақшы осы елге кіргіш болып қаланатын, еліне елеулі, халқына қалаулы, еліміздің тәуелсіздік жолында үлкен қызмет атқаратын, үлкен азамат болып жетілуін Алла бәрімізге нәсіп етсін иншалла. Бүгін осындай сүннетті жасауға келіп отырған Түркиядан үлкен дәрігер мамандарымыз келіп отыр. Бірінші менің жанымда, оң жағымда тұрған Адем Бей және Махмуд Бей және Осман Бейді. Рұқсат болса, біз Адем Бейдің жылы лебізін тыңдағымыз келіп отыр. Аладық бе сізде сөз. Selam değerli Kazak misafirlerimiz, sayın aksakallarımız, hoş geldiniz. Türkiye'de 3 eğitim arkadaşımız sünnet emekli için buraya gelmiş bulunuyoruz. Biz осынау Түркиядан өзіміздің осы ана жұртымызға, ата жұртымызға, ана жұртымыздан 3 хирург мамандар әр жылы болғаны секілді сіздердің балаларыңызды үлкен қуанышпен сүннеттеуге келдік. Benim buraya gelişim 3. senem. 3 sene önce daha bu sene Kazakistan'ı daha mükemmel gördük. Sizin Cumhurbaşkanınız Sayın Nursultan Nazarbayev ve bize havaalanında gösterilen ilgi ve alaka ve şu anda değerli aksakallarımız ve sizlerin bize gösterdiğiniz değerli misafirperverlikten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Менің Қазақстанға келуім осы 3-ші рет. Әр жыл сайын сіздердің қонақжайлылықтарыңызды сезінеміз.
мынау тәуелсіз ел Қазақстан елбасы Назарбаевтың арқасында қарыштап дамып келеді. Бүгін міне келіп аэропортта, әуежайда тағы да сол қонақжайлықты, сол жылылықты tағы da сезіндім. Şimdi biraz sonra sünnet merasimine geçeceğiz. Değerli aksakallar ve misafirlerimiz. Yalnız sizden bir isteğimiz olacak. Verilen sıra numarasına göre bize yardımcı olabilirseniz kesinlikle hiçbir kargaşaya mahal vermeden en kısa zamanda buraya gelen bütün balalarımızı sünnet eyleyeceğiz. Hazır birazdan keyin Bismillah'ımızı aytıp sünnetke başlayımız. Sizlerden bir ötünерimiz, әрқайсыңызға жеке-жеке нөмір берілді. Ешқандай өзіміз қинамай, очередпен, кезекпен сол нөмір бойынша асықпай келіп отырыңыздар. İnşallah бүгінгі жасалып жатқан сүннет тойы құтты болсын. Şöyle. Ұйымдастырып отырған ол сүндетке отыру тойын құтты болсын. Балдардың бәрінің де сүндетке отырғаны емдері жақсы болып, аман-есен қазақтың, мұсылманның қатарына қосылып, бәрі де үлкен азамат болсын. Жасап жатқан осыны ұйымдастырып отырған кісілердің бәріне рахмет. Біз мынау Алматы жеке қайырымдылық мекемесінен жалпы бүгін 150 балаға арнап сүндет той өткізіп жатырмыз, оны ұйымдастырып жатырмыз. Түркиядан және Қазақстаннан бірлесе отырып хирургтарымыз бар өзіміздің. Жыл сайын келіп осы сүндет тойды өткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бір хадис шарифінде пайғамбарымыз айтады: ата-ананың баласына деген 3 міндеті бар дейді. Біріншісі жақсы, туылған кезде бір жақсы ат беру, екіншісі сүннетке отырғызу, үшіншісі жақсы ғылым және тәрбие беру. Осы иншалла біз осы сүннет тойды өткізіп соған бір себепші болайық, осы сауапты істерге деп жатырмыз. Жалпы бұл қайырымдылық мекемелердің негізгі мақсаты әлеуметтік жағдайы төмен отбасындағы көп балалы отбасылардан құралған бір соларды жинап, сол балаларға әлеуметтік жағынан көмек көрсетіп, ғылым біліммен шұғылдандыруға, білім беруге, одан кейінгі мақсат адамгершілік, иманды бір азамат болсын. Ол келешекте қандай мамандық иесі болса да бір иманды азамат болсын деген ниеттеміз. Осы балдарды сүндеттеп отырмыз. Келешекте осы балдар осындай мекемелерде алса, келешек Қазақстанымыздың болашақ тудың иелері, топыраққа қызмет ететін нағыз иманды бір азаматтар тәрбиелеу негізгі мақсаты. Ал бүгінгі сүннет той келетін болсақ, жалпы сүннет той өз дәрежесінде өтіп жатқан сияқты. Жыл сайынғы өтіп жатқан заттар алғашында біраз қарбалас болуы мүмкін, адамдар сәл асықтық жасап, бірақ қазір орнында бір 30-40 адамды уже сүннеттелді біраз адам. Енді балаларды қызықтыру үшін, одан кейінгі баланың сүннетке отырған жері бір белгілі болу үшін біз мынандай сүннет тойдан естелік деген бір қағаз істедік. Өзіміздің шәкірттер сүннет тойдың суреті, одан кейін мекеме суреті. Келешекте осы мекемеде мен сүннеттелген екен деген бір ой қалсын. Және осында мекеме ұжымының тілегі, одан кейін белгілі бір ағамыздың жас жеткіншекке деген бір батасы жазылған. Осылай бір естелік және де ойыншықтар, тағы да кітап. Кітаптан артық ешқайсысы қоймайды ғой. Сол кітапты беріп, балаларды олай естелеп жатырмыз, жуатып жатырмыз бір жағынан. Екінші жағынан да кірген кезде тіркеліп жатқаннан кейін оларға тегін киімдер таратып жатырмыз. Тегін сүннет киімдері. Бұл киімдерді біз өзіміздің қаржымызға алып, былай қайыр сүйетін ақшалы азаматтар, жақсы игі істерге атсалысатын азаматтардан ақшасын алып, ал бұл жігіттерге, яғни бұл жеткіншектерге барлығын тегін беріп жатырмыз. Яғни бұл жердегі мақсатымыз бұл сүннеттелуге ата-аналарға бір көмек көрсету деген ой. Жалпы той құтты болсын.